Достар, барлықтарыңызға сәлем. Алла қаласа, бүгін осындай қасиетті айда жан жарыма, тұрмыс ортағыма, үйдің отағасына осындай сыйлау ниеттемін. Сыйлауға ниеттімін, Құдай қаласа. Негізі бүкіл жақсылыққа лайықты да. Бұрыннан армандайтын, бірақ мүмкін емес сияқты болып көрінетін, сөйтсем, ол тек қана біздің миымыз екен ғой, мүмкін емес деген нәрсе ше. Мен күйеуім артында тұрған мына көлікті бар ғой. Шамаға қатты жақсы көреді ше. Жақсы көргенін көріп, мен ұйықтай алмай қалдым ғой. Осыны мен соған сыйламағанша тыншымаймын деп. Сонымен Алла егер сен ниет етсең, одан соң мына шын жүректен қаласаң, орындайды екен. Ойлаңыздаршы, өзіңнен бірақ әрекет болу керек. Әрекет еттім. Алла өзі жолын көрсетті тастады. Сонымен бүгін Құдай қаласа артындағы көлікті Арсенге сыйлаймын десең, өтірік номер жабыстырып қойдық, біліп қоймасын деп. Қазір ауызашар достарымызға ауызашар беріп жатырмыз. Өзім сондай жиналыспен жинап, сол жерде сыйлайын деп жатырмын, Құдай қаласа. Күйеуім емес, өзім қол алып. Достар, енді мен Мереке ханымның, Мереке әпшеміздің өте жақын достарының өзінің кішігірім ниеттері бар екен. Сол өздерінің ниеттерін білдіріп өтсе. Керемет күн болайын деп тұр негізі. Кеше пландадық қой бұны. Бүгін жұмбақ. Жаным, сол Мереке, мынау өзіңнің отағасы Арсеніңе сыйлайын деп жатқан көлігің құтты болсын. Тек қана жақсылыққа мініңдер. Барлық қыз келіншектерге жұғысты болсын, жаным. Мерекенің жүрген жері мереке ғой негізі. Жүрген жері қуаныш. Біз бұндай нәрсені мен ойламаймын негізі да. Осындай ойлар мерекеге қалай келе беретіні. Арсен екеуі барлық жақсылыққа лайықты. Қандай керемет көлік, тек қана жақсылыққа тойға мінсін, жолда қалдырмасын. Сәттілік тілеймін. Сөз жоқ, даже дейінші шок болып тұрмын бар ғой. Жұғысты болсын, құтты болсын, Рамазан қабыл болсын. Енді бұндай инсайт менде де жоқ негізі да. Мен прям қуанып тұрмын. И қуаныштан даже не айтарым білмеймін. Әр қазағыма жұғысты болсын. Осындай керемет қасиетті айда әрбір дұға тілекте қабыл болады дейді ғой. Шын жүректен қуаныштымын. Біздің Мереке әпшенің достары, таныстары, осы кәсіпте жүрген өте көптеген кәсіпкер қыз келіншектер өте көп. Қаймақтар десем де болады. Давайте сөз кезегін кішігірім тілектерін айтса, ниеттерін айтса. Мерекенің сюрпризі жолдасына арналған өте керемет, бәрімізге үлгі, жұғысты болсын, бәрімізге құтты болсын. Арсен бақытты. Нандай көліктің иегері атанып жатыр, бәрімізге жұғысты болып, бізде жолдастарымызға осындай автокөлік сыйлайық. Тамаша, енді сөз жоқ. Кеше естіген кезде таң қалып қуанып жатыр, как будто өзіміз алып өзіміз сыйлап жатқан сияқты. Мереке, қанатың талмасын, әрқашан өстіп, үнемі жанып, жарқырап, жұлдыз болып жүре бер, жаным. Жақсы көреміз. Меру, бүгінгі қуанышың құтты болсын. Сен үшін барлығымыз қуанып жатырмыз. Бұл деген үлкен жетістік. Қазір бәрі айтып отыр ғой, неге күйеуі әйеліне емес, наоборот, әйелі күйеуіне деп. Бұл жерде мысалы тапқан табысты, ортақ отбасындағы табысты ұқшата білу, әйел адамның жинай білуі, соны дүние етіп көрсетуі, күйеуіне мысалы осынша қымбат тұратын машинаны сыйлауы деген, ол деген үлкен жетістік, және оны екінің бір қолынан келе береді деп айта алмаймын. Үлгі алуға болатындай дүние. Құтты болсын. Шынымен де қатты қуаныштымын. Құтты көлік болып келсін. Отбасыларыңызда тек қана осы көлікпен қуаныш, бақыт алып келсін. Ниет етіп отқан Рамазан айындағы ниетің қабыл болып, мене күшті Арсенге осындай көлік сыйлап атсын. Мен де қуаныштымын. Әрқашан осындай қуаныштарың көбейе берсін. Рамазаннан Рамазанға жете берейік. Өте қуаныштым. Сәлем баршаңызға. Менің қасымда қазір халықтың адамы, ерке қызы Мереке ханым жанымда тұр. Мереке ханым енді халықтың адамы болған соң, сіздің артыңызда үлкен халық алып адамдар тұр. Ерекше сұрақтары бар да, сол сұрақтардың ішінде топ сұрақтар пайда болады ертең. Неге бірінші күйеуі әйеліне емес, әйелі не үшін еркегіне, күйеуіне машина, көлік сыйлауда, оның құпиясы неде?
қатты байып кеттіңіз ба, не ақшаңыз көп болса халыққа көмектесіңіз деген сияқты нәрселер пайда болады. Сол сияқты сұрақтарға өзіңіз алдын ала жауап берсеңіз. Жалпы білем ғой, иә. Халық айтса, қалып айтпайды дей ма? Мынандай нәрсе. Күйеуімнің ешқандай туған күні де емес, үйленгенімізге 5 жылдықта емес, күнін айтып жатырмын да. Жалпы бүгін не үшін дегенге. Реті келді, Алла қалады, Алланың қалған күні. Не үшін күйеуіме беріп жатырмын? Ертең шығады неше түрлі тәуіптер. Ой, жас күйеуіне жағымпазданып, басқа қыздарға кетіп қалмасын деп не аватқан шығар, алдын аватқан шығар деп. Егер күйеуіңіз басқа біреуге кетем десе бар ғой, мына 200-ка емес, танк әперсең де кетеді ол. Баламен, сыйлықпен, басқа нәрсемен күйеуді ұстап тұра алмайсың. Ал мен күйеуіме әперіп жатырмын. Не үшін? Себебі ол лайықты. Аллаға шүкір. Не үшін лайықты? Себебі еркек, нағыз еркектің бойындағы бар қасиеттер оның бойында бар. Қорғайды, қолдайды, сыйлайды, бала шағасына қарайды, бала шағасына қамқор әке. Одан соң ең басты сыйластық қой негізі. Одан соң сүйеді. Десең, іштерін күйсін десең, мені өліп сүйеді. Мен де оны одан 1000 есе қатты жақсы көрем. Сол үшін де. Ең басты қыздар, отбасында ең басты әйел мен күйеуінің арасында сыйластық. Егер осы дүние болатын болса, сіздер өмір бойы бірге боласыздар. Сен қартайып кетесің ба, сен түрің онша емес болып кетесің ба, сен басқа болып кетесің ба? Егер түсіністік болса, сыйластық болса, онда Алла қаласа бақытты ғұмыр кешесіздер. Сондықтан мен күйеуім не только 200-ка, вообще тоқалға да лайықты деп өзің аузыңнан авария болып жатсаң, Құдай қаласа үйленгеніміздің, тұрмыс құрғанымыздың 5 жылдығына 200-ка сыйлап жатсам мен, 50 жылдан кейін иншалла тоқал әперетін дәрежеге жетсін. 50 жылдан кейін өзім 80-ге, маған ол кезде қызық емес уже десең. Смело сыйлайым, дайын бол. Арсен, 50 жылдан кейін тоқал подарок етемін. Сол, баршаға рахмет. Мама, папа, рахмет сіздерге. Барлығы үшін. Сіздерге подарок татқан жоқпын, бірақ десең. Күйеуге тиетін кезінде папа қатты қуанды. 6 жас кішкентай бола ма деп, ойбай, 60 жас болса да болады, құрышы деді ғой. Сондықтан ата-ананың уайымы қызының бақыты екен ғой негізі ше. Сол үшін менің бақытым үшін қашанда бүкіл нәрсеге дайын. Ата-анама рахмет. Үнемі қолдап жүреді. Осы жолда қолдады. Ал енді осы 5 жыл болды ма тұрмыс құрғанымызға? Қазір жігітіме подарок берейін деп тұрмын негізі. Не үшін? Себебі лайықты. Жас болса да бас болып 5 жылдан бері бір жылатпай бала шағасына қамқор болып, менің бүкіл жетістігімнің осысының арқасы ғой. Алла екінші осы адам барлығын қандай жетістікке жетіп жатыр, бәрін осы адам істеп беріп жатыр. Сондықтан енді кішігірім сыйлық дайындадым. Кішігірім емес, не сыйлықтың үлкен кішісі болмайды деді ол. Вообще, бүйтіп қарап тұрсам, негізі вообще ешқандай сыйлық жасамаған ғой. Маған всегда туған күніме болсын, 8 мартта болсын подарка жасап жүреді да, енді оразада бір себепсіз мен де iPhone подарок етейін деп шештім десең. Өмірінде бірінші рет подарок алып тұр. Не болды? Сені сүю маған бұйырғанына шүкір. Сені сүю маған бұйырғанына шүкір.
ондай сыйлық деген керек емес қой. Мереке өзі Алланың берген сыйы ғой маған. Маған оны сыйлық күткен жоқ. Бірақ рахмет, Алла разы болсын. Екеуміздің көлігіміз ғой, Құдай қаласа. Бәріне жұмысы болсын. Сезбедің де ма? Сездім кішкене, жаңа дайындалып отырған жерде. Бірақ намаз Нау деп қалдым да мен. Нан не үшін алған деймін. Сатып жіберуге бола ма екен деп ойладым. Енді бар жасқа лайықты. Алла шүкір, осындай күйеу берген Құдайға шүкір. Махаббатымыз мәңгі болсын. Бір жаста қартайыңдар, Құдай қаласа.